Сәлем балалар, біз қазір 6 сыныптың 427 есебін шығарамыз. Яғни, оң сандар мен теріс бөлшек сандарды оңай қосуды үйретемін. Балалар, аптаның әр дүйсенбі күні 6 сыныптың бір тақырыбын түсіндіріп отыратынымды естеріңнен шығармаңдар. Ол үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңдар. 427 есеп бірінші мысал. Бұл жерде қарап тұрсаңыздар, екі таңба қатар тұрған. Осы жерді ашуымыз керек. 3-тен 2 плюс пен минус қатар тұрған жерге біз минус қоямыз. 10 бүтін 3-тен 1. 3-тен 2-ның таңбасы плюс, 10 бүтін 3-тен 1-дің таңбасы минус болып тұр. Демек, үлкен санның таңбасы бізде минус. Үлкен саннан кіші санды аламыз. Алдындағы минусты қойып қояйық. Бөлшекті жақшаның ішіне есептейміз. 10 ортақ бөлім береміз. 3 болады. Наған 1-ден, наған 1-ден. Алымында 1 алынған 2 қалады. Минусты қойып қояйық. Қарасаңыздар 1-ден 2-ні аламаймыз. Ол үшін 10-ды біреуге майдалаймыз. 9 болады. Бөлімдегі 3-ті сол күйінше жазамын. 3-ке 1-ді қоссақ 4 болады. Минус 2-ның өзін жазамыз. Мінекей, минусты қоямын. Бөлшектің ішінен шығады бізде 9 бүтін 3-тен, мына жерде есептесек 2 шығады екен. Екінші мысалда, үлкен санды табу өте қиын. 8-ден 3 үлкен ба, 7-ден 4 үлкен ба? Ол үшін сіздерге бір лайфхак көрсетейін. 8-ден 3, 7-ден 4. Қараңыздар, 8 бен 4-ті көбейтсек 32, 7-ге 3-ті көбейтсек 21 екен. Қайсы сан үлкен? 32 үлкен. Демек, мына бөлшегіміз үлкен болып саналады. Үлкен бөлшектің таңбасы плюс екен. Үлкен саннан кіші санды аламыз. Сонда бізде шығады ортақ бөлім 56. Мынаған 7-ден, мынаған 8-ден берсек, 32-ден аламыз 21-ді. Плюс 56-дан 11 шығады. Немесе жай ғана 56-дан 11 деп қойсақ та болады. Балалар, менің каналымда осындай лайфхактар өте көп. Тіркеліп көріп шығыңыздар. Үшінші мысалда 2 таңба қатар тұр. Осы жерді ашып жазуымыз керек. Плюс пен минус қатар тұрса минус қоямыз. 1 бүтін 6-дан 5. Мынаның бүтін бөлшегі 0, ал мына санның бүтін бөлшегі 1. Демек, мына сан үлкен. Оның таңбасы минус. Үлкен саннан кіші санды аламыз. Минус таңбасын қойып қояйық. Бөлшекті есептейтін болсақ 1. Ортақ бөлімі 30. 30-ды 6-ға бөлсек 5. 30-ды 5-ке бөлетін болсақ 6 болады. 5-ті 5-ке көбейтеміз 25. 6-ны 3-ке көбейтеміз 18. Демек, минус таңбасын қоямыз. 1 бүтін 30-дан алатын болсақ 7 шығады екен. Төртінші мысал, бұл жерде плюс пен минус қатар тұр. Демек, 9-дан 2. Плюс пен минус қатар тұрса минус қоямыз. 1 бүтін 6-дан 5. Бізде 1 бүтін 6-дан 5 үлкен сан, оның таңбасы минус, ал жақшаның ішінде үлкен саннан кіші санды аламыз. Минус, жақшаның ішінен шығады 1, ортақ бөлімі 18 болады. 18-ді 6-ға бөлсек 3-тен, 18-ді 9-ға бөлсек 2-ден, 3-ті 5-ке көбейтеміз 15 алынған 4. Тең болады минус 1 бүтін 18-ден 11 шығады екен. Бесінші мысал, бұл жерде плюс пен минус қатар тұр. Бұл жерге біз минус қоямыз. 7-ден 2. Қайсы сан үлкен? Оны анықтау үшін тағы да лайфхакты қолданамыз. 5-тен 4, 7-ден 2. Қараңыздар, 5-ті 2-ге көбейтеміз 10. 7-ні 4-ге көбейтеміз 28. 10 үлкен ба, 28 үлкен ба? 28 үлкен, демек, мына бөлшегіміз үлкен екен. Үлкен бөлшектің таңбасы плюс, сондықтан жерде плюс болады. Үлкен саннан кіші санды аламыз. Тең плюс 35-тен, мына жаққа 7-ден
мына жаққа 5-тен. 28 азайтылған 10. Ол тең болады плюс 35-тен 18 шығады екен. 6-шы мысал. 9-ды біз бөлшек түрге келтіреміз. Ол үшін минус 9-ды біреуге азайтып жазамыз. 8, ал бөлшегін мына 9-ға байланыстырып, 9-да 9 деп аламыз. Өйткені 9-ды 9-ға бөлсек 1, 1-ді 8-ге қоссақ, қайтадан 9 шығады. Қосылған 9-дан 2. Үлкен санның таңбасы бізде минус. Жақшаның ішінде үлкен саннан кіші санды аламыз. Тең болады. Минусын қойып қояйық. Бөлшекті есептейміз. 8 бүтін. Ортақ бөлімі 9 болады. Ал алымында 9 алынған 2 болады. Тең. Минусын жазып қоямыз. 8 бүтін 9-дан 7 шығады екен. Балалар, егер сіздер бөлшекке қатысты есептерді шығаруды қиналатын болсаңыздар, менің каналымдағы 5-ші сынып тақырыптарын қарап көрсеңіздер болады. Және де біз келесі видеода 495-ші есепті шығарамыз. Көріңіздер.